қайырлы кеш. Мырзалар және ханымдар, сөзіме құлақ салыңдар. Нұржан деген жігіттің сіздерге деген ең алғашқы ілтипаты сәлемін қабыл алыңдар. Бүгін маған артылды асабалық аманат. Қамырдан қылды суырып, сөз саптайын саралап. Кездесу тойына келдің бе, халқыма өзен саламат. Болып жатқан қуаныш құтты болсын жамағат. Шаттықтың бірге шалқып тасқынымен, жолықсын қариялар жас күнімен, ағайын жолыменен бұрынғының той бастадың қазағының дәстүрімен. Қазақ еліміз, ғажап еліміз біз деген, көрмей қалсақ сағыныз біз деген. Салт сақтап амандасып болайын, ақан сері бір жан салғанызбенен. Ұлың өсіп, қызың өсіп тұрса мына, бақыт берсін жалпы Алла құрсағына. Ассалаумағалейкум деп басым дейдім, осы отырған 300-дің ұрпағына. Ал ендеше мына бүгінгі кешке жиналған қымбатты қонақтар, ұлағатты ұстаздар, бүгінгі мынау баршамыздың мәз болып, үйдегі күшіп қаз болып отырғанымыз ардақты ағайындар. Мынау 1969 жылы мектеп табалдырығын аттап, сол мектепті білім нәрімен сусынданып, 1979 жылы мектеп бітіріп, таудай болып шыққан асыл азаматтардың 40 жылдық кездесу тойына келіп отырсыздар. Ендеше келген қадамдарыңызға гүл, жанарларыңызға нұр толсын, бүгінгі қуаныш құтты болсын деп бір шапалақ ұрып қояйық ардақты ағайын. Ал ендеше ардақты ағайындар, енді көп сөйлеп созбай, әдеттен озбай, бүгінгі кешіміздің жарық жұлдыздарын өздеріңіздің қошеметтеріңізбен ортаға қарсы алайық. Енді ортаға келіңіздер, тойхана төрінде коридор болып тұра қоясыздар. Ендеше өздеріңіздің қошеметтеріңізбен Спатаев, Ораз және де Абсаматова күләнді шапалақ ұрып қояйық ардақты ағайын. Төрге бастыра беріңіздер. Ал ендеше ортаға ерекше құрметпен Сырымбек, Құдабай және де Ақбергенова есіп күл шапалақ ұрып қояйық ардақты ағайын. Ал ендеше ардақты ағайындар, ал қарсы алыңыздар. Стамбул Қошан және де Гүлжан ханым ортада. Талғат мырза мен Гүлнар ханымды ортаға қарсылайық еттік ендеше. Ал ендеше Байзақ мырза мен Венера ханым ортада. Шапалақ ұрып қояйық ардақты ағайын. Ал ендеше Нақпай мырза мен Гүлбала ханым ортада қарсы алыңыздар. Ал ендеше Жарқынбек мырза мен Ғазиза ханымды ортаға шақырайық. Мына бетке тұра беріңіздер, жақсыларыңыз. Жақсына бетке Ал ендеше Асқар мырза мен Феруза ханымды ортаға қарсылайық еттік ендеше. Ал ендеше Сәуле ханым мен Айдар мырза ортада шапалақ ұрып қояйық ардақты ағайындар. Ал ендеше суретке түсіп жатыр ма? Иә, түсіп алыңыздар. Келіңіздер ендеше шапалақ ұрып қошемет көрсетіп қояйық ардақты ағайын. Ал ендеше Назипа ханым мен Мейірлан мырзаны ортаға қарсылайық еттік ендеше қарсы алыңыздар. Келіңіздер бір шапалақ ұрып қояйық ардақты ағайындар. Ал ендеше Зәуре ханым мен Оля ханымды ортаға қарсы алыңыздар. Ал ендеше ардақты ағайындар, Бекбосы мырза мен Рамиля ханымды ортаға қарсылайық кеттік ендеше. Сейітхан мырза мен Сәуле ханым ортада. Ержан мырза мен Мираш ханымды ортаға қарсылайық еттік ендеше.
мен Гүлбия ханым ортада. Қайрат Мырза мен Айдын ханымды ортаға қарсылайық ендеше. Сонау жыл күзде кеудеге гүл тағып, мектепке келіп еді алып, ұстазбен Ал ендеше Нұрлыбек Мырза мен Роза ханымды ортаға қарсылайық. Көйлек ақпар көппенен келуші қыздар сәніміз, ақ көйлек қызыл галстук тасушы еді. Рахмет. Ал ендеше мына бүгінгі қуаныштарымыз құтты болсын. Толды міне құшақта гүл шоқтары, айналаны шалықтып нұр қаптады. Ортада тұр ағайын класстастар, әуеленсін шапалақты нұрғақтар деп, бүгінгі достарға бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Ақталған ағарманның үміттері, қашан көрсең жүретін күліктегі, қаумалаған ағайын аман біздің, алтын сариннің жігіттері деп жігіттерге шапалақ ұрып қойайық. Ал ендеше бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын. Ендеше ардақты ағайындар, естелікке бір суретке түсіңіздер. Одан кейін бүгінгі 40 жылдық кездесуден 1000 жылдық естелік болсын. Ортада бір вальс билеңіздер. Мектеп жайын бір әдемі ән болса, вальс билесеңіздер деп жатырмыз. Ол жайғасқаннан кейін көреміз, бір вальс билеңіздер ортада. Ендеше билеңіздер. Класстастар билеңіздер. Жігіттер, сіздер жарасаңыздар, жігіттер. Туғанда
Рахмет, чайыңыз сайын ардақтағы ағайындар. Ортам чай ардақтағы ағайындар. Енді мына бүгінгі қуаныш баршамызға құтты болсын. Ал енді чай ардақтағы ағайын, мен ортаға ерекше құрметпен бүгінгі ұлағатты ұстаздарды шақырып, осы бүгінгі кештің бетпердесін ашып, шашуын шашып, томағасын түріп алсақ деген ой болып тұр. Сондықтан ортаға ерекше құрметпен Бүркіт ағайымыз бастаған Жақсыбай, Есенқұл ағайларымызды ортаға шақырайық. Серікбай, Амангелді ағаларымыз ортаға келіңіздер. Және де Жүрсін Клара апайларымызды ерекше құрметпен ортаға шақырайық. Бүгінгі кештің бетпердесін ашып беріңіздер. Келіңіздер кәнекей. Ардақтағы ағайындар, енді кішкене ғана сабыр сақтаңыздар. Енді осы кісілердің тілегіне құлақ асайық. Басқасына ешқандай өкпе жоқ ардақтағы ағайын. Мынау қазақта айтатын сөз бар: бір жыл еңбек етем десең, дәнді дақыл ек, 10 жыл еңбек етем десең, бау-бақша ек. Ал енді мәңгі еңбек етем десең, ұстаз бол деген ардақтағы ағайындар. Сондықтан осы бүгінгі түлектерді осындай керемет дәрежеге жеткізген ұлағатты ұстаздардың құрметіне бір қол соғып қошеметтеп, сәл сабыр сақтаңыздар. Тыңдайық, бірге. Ұстаздардың тілегін тыңдайық. Қай жағынан бастаймыз? Тілек беруменен жол ұстану өздеріңізден басын келіңіз. Рахмет. Құрметті мектебімізді 40 жыл бұрын бітірген түлектеріміз. Мынау жасап отқан тойларым құтты болсын айналайын. Дендерің сау болсын. Енді өсіріп отқан бала-шағаларыңның қызығын көріп, соларды ұлды ұяға, қызды қияға қондырып, олардан небере шөбере сүйіп отырыңдар айналайын. Дендерің әр уақытта сау болсын. Бүгін 40 жылдан кейінгі қоңыраудың сылдырын естіңдер. О да құтты болсын. Міне әр уақытта біз сендерді сырттарыңнан мақтан өтіп отырамыз. Осы пәлен жерде істеп атыр, еңбек етіп атыр дегендерге қуанамыз айналайын. Дендерің әр уақытта сау болсын. Мынау бірге бітіргеннен кейін ұлдары, қыздары өседі. Солар мына құда жекжат болып, бірі құда жекжат болыңдар айналайын. Дендерің сау болып, әр уақытта осы істеп отқан істеріңде абыройлы бола беріңдер. Дендерің сау болсын. Рахмет. Бәрекет, рахмет. Тілектеріңіз қабыл болсын. Мынау ақылды біліп айтқан сөз, тайға таңба басқандай, жүректен шыққан жылы сөз, әлемге маржа шашқандай деген екен. Әдем тілек айттыңыздар, тілектеріңіз қабыл болсын. Расында өзіңіз айтпақшы, табиғаттың ең қымбат жемісі ол денсаулық. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, 40 жылдық қуаныштарыңыз тағы да құтты болсын. Денсаулықтың шайқа болсын, кесесін толтыра алмайсың ешқашанда есесін деген. Қуаныш құтты болсын, әрмен қарай жалғастырайық. Келіңіздер. Келіңіз. Аса құрметті осыдан 20 жыл бұрын, 40 жыл бұрын бітірген түлектер. Сондықтан бағана да сөйледік. Қазір де сөйлеп отырмыз. Мынау кімнің Бүркіттің айтқан сөзіне мен де толық қосыламын. Сөйлемесің созылып, бірақ сіздер мынау құстың ұшар биігіндей шында болыңыздар әр уақытта. Әр уақытта бақытты болыңыздар. Әр уақытта табысты болыңыздар. Міне 40 жылдан кейін мынау күміс қоңыраудың сылдырын естіңіздер. Мынау тойларыңыз құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын. Тек қана мен жақсылық тілеймін ағайын. Құрметті бауырлар, мен өзім таныстырайын. Мен 1962 жылы осы Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектебінің 4-ші түлегімін. Сіздер енді 40 жылдан кейін кездесіп отырсыздар. Мен 62 жылы бітірдім дағыны 69 жылы Жамбыл облысына, яғни көршілерге қызмет еттік. Ояқта кадрдың тапшылығынан
осы Шымкенттің педагогикалық институтынан 54 түлегін жіберген болатын. Сол жақта қызмет бабымен 15-16 жыл қызмет істедім. Содан кейін келіп елге өзімнің мектебіме 13 жыл мектептің директоры болып қызмет істедім. Салғат білет, Жанат білет, көкемдер бәріміз бірге осы қызмет істедік. Ал енді осы еліміз өсті, жеріміз көркейді, аймағымыз құлпырды. Міне сыртта жүрген азаматтар білет. Күнделікті осында жүргендер оны көп аңғара бермейді. Сырттан келгендерге қарасаңыз шарапханамыз қандай гүлденіп кетті. Қаншама көшеміз бар, 28-30-дай көше бар. Халқымыз өсті, еліміз өсті. Мынау бір бекеттің өзі, мына Бекеттөбе деп атап жатырмыз. Соның өзі не тұрады? Тек қана облыс емес, республикаға аты шығып, керемет бір көріністі көрсетіп, саябағы бар. Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне арналған ескерткіштеріміз бар. Осы елімізді, жерімізді қорғаған азаматтарды еске алып тұратын жастардың демалатын орнына айналды. Оған менің өздеріңіз көп отырсыздар. Құрметті ағайындар, бұл енді 40 жылдан кейін кездесу деген өте бір ғанибет нәрсе. Оны ұйымдастыра білу керек. Міне осыны ұйымдастырушы, оған қолдаушы өздеріңіз болып отырсыздар. Үлкен рахмет. Бұл енді елдің есінде ұзақ уақыт сақталатын әңгімелердің бірі болады. Рахмет сіздерге. Құда қаласа Алла жазса 50 жылдығын, 60 жылдығын, онан да арғы 70 жылдығын атап өтуге нәсіп етсін дейміз. Мынау біздің бағана мен атап өтіп кеттім, мектептің орта мектеп болғанына 60 жыл толып отыр дейді. Ол үлкен дата, асқаналы 60 жыл деген. Құда қаласа сіздер осының 100 жылдығын тойлауға нәсіп етсін дейміз. Осы 60 жылда мектепте 14 директор қызмет етті. Сіздердің кезіңізде осы бітірген кездегі директорды мен танимын. Сол 80 жылдар ауылға келмекші болып әрекет жасағанында аудандық партия комитеті ол кезде партияға бағынатын кез жібермей қойған. Партия комиссары председателін сайлап қойып, мен осында келіп демалыста жүргенімде. Онда білесіздер, партия комиссарының председателі көп қызмет болатын. Аудандық партия комитеті атқару комитетінде жұмыс істеп, біраз қызметтерді атқарған. Елге қызмет етті. Айналайын қанаттарым, денлерің сау болсын, ғұмырларың ұзақ болсын. Осында отырған көпшілік жігіттер мен қыздарды танимыз. Рахмет шақырғандарыңа. Әр уақытта осында жарқын жүзбен кездесуді Алла жаза берсін. Бәрекелді рахмет, тілектеріңіз қабыл болсын. Әрмен қарай, жол реті қай жағында? Келіңіздер, өзіңіз ба? Келіңіз. Құрметті де, қадірменді, менің Алтынсары мектебінен бұдан 40 жыл бұрын ұшпағы болып ұшқан қадірменді менің оқушыларым. Міне арада 40 жыл өтіпті. Міне 40 жыл өткеннен кейін барлығын бас қосып атсыңдар. Бұл бас қосуды ынтымақ берекесі деп түсініп отырмын. Сендердің ынтымақтардың арқасында осылай бас қосып атсыңдар. Міне осы мерекелерің құтты болсын. Өмір жастарың ұзақ болсын. Міне өмірде бар жақсылықтар бола берсін. Бақытты болыңыздар. Бәрекелді рахмет. Әрмен қарай, келіңіздер. Серікбай мырза бірау сіздегі айтсын деп жатыр, әрмен қарай. Апайларымыз жалғай деген, келіңіз аға. Құрметті түлектеріміз. Енді бағына да айтып жатырмыз. Мынау осы жақында жаңағы төбеге Асанада Ашып деген кісіміз келген. Сонда сол кісіге сөз берген кезде ол мен айтқан бір әңгімесі, мен қазақ болып туылғанына қонам, мен қазақ елінде өмір сүріп жатқанына қонам. Енді біраз бетін мынау жан-жақты қарайтын болсаң, осы біздің Қазақстандағы тыныштықтан басқа еш жер жоқ, ешбір жақсы жер көріп жатқан жоқпыз. Құдай одан сақтасын. Мен соның арқасында, жақсылықтың арқасында осы бәрін ойлап жүріп жатырмыз. Ал енді
Мынау айта берсек сөздер көп, мен одан енді уақыттан мынау сендердің мақтағаннан гөрі біз сендермен мақтанғанды жақсы көреміз. Мынау өмірде бақытты болыңдар, өмірде шүбірлі болыңдар, өмірдің қызығын көре беріңдер. Жақсылық тойлықта кездесе берейік. Бәрекелді рахмет, тілек қабыл болсын. Әрмен қарай өздеріңіз жалғастырыңыздар. Келіңіз. Құрметті мынау 40 жылдыққа келген шәкірттеріміз былайша айтқанда, енді жігіт болдыңдар ғой ересек. Мына жасап жатқан тойларың құтты болсын, дендерің сау болсын, отбасыларыңа амандық, береке, бірлік тілеймін. Өсіріп отқан ұл-қыздарыңның рахатын көріңдер. Мына бүгін елеп бізді шақырғандарыңа рахмет. Сендер 79-да бітірсеңдер, біз жаңадан келген жас келіншек екенбіз сол кезде. Әлі ешкімнің бетіне тіке қарай алмай тұрған жас келін екенбіз. Сол шағымыз еске түсіп, ойланып тұрмыз. Иә, мейлі, бақытты болыңдар, дендерің сау болсын. Ұл-қыздарыңның Алла рахатын көрсетсін. Мына бас қосуларың өте бір керемет, бір-біріңді көріп, қуанып, бір-бірімен дидарласып жатырсыңдар. Бақытты болыңдар. Бәрекелді рахмет, қабыл болсын. Келіңіз. Құрметті мына 40 жылдыққа жиналған ұлдарымыз бен қыздарымыз, мерекелерің құтты болсын. Келіндер мен күйеу балдар сендерге де құтты болсын. Жаңа жүзіңді айтпақшы, біз сол кезде сендерді мектептен шығарып салғанда, шынын айтсақ, әрі оң-соңымызды танымайтын, әйтеуір мұғалімбіз ба мұғалім болып жүрген екенбіз. Араларында мұғалім бар шығар мүмкін. Біз сияқты зейнеткерлікке шығып, сендерде осындай 40 жыл, 50 жылда сөз сөйлеп тұруларыңа тілектеспін. Ол үшін бірінші денсаулық керек, ынтымақ керек, аспанымыз ашық болсын. Осындай өмір сүріп жатқандарымызға қуанамыз. Осы жақсылық барлығына жұғысты болсын. Тойларың тойлаласа берсін, бәрің бақытты болыңдар. Бәрекелді рахмет, тілектеріңіз қабыл болсын. Мына ардақты ағайындар, қасиетті сырелі әнмен жүрелі, оларға ұстаздардың қабыл болсын тілегі деп қояйық. Енді асекін тура индийский кинодағыдай уақытында келіп қалды, бір ауыз тілек айтып жіберіңіздер. Кеш жарық, құрметті Қарадаш елінің тұрғындары, айналайын 40 жылдық біздің шәкірттеріміз, тойларыңыз құтты болсын. Бұла біздің алдымызда қайда сөйлеген шығар. Сол ағалардың үлкен сөздеріне қосыламыз. Барлықтарыңызға денсаулық деймін, отбасыларыңа амандық. Бұна өсірген ұл-қыздарыңның рахатын көріңдер. Қазір барлықтарымыз мінекей үлкен осы айтатын тілегіміз тапқандарың бар, тойлау осындай қызыққа жұмсасын. Той көріңіздер, тойдан кем болмаңыздар. Бәрекелді рахмет, тілектеріңіз қабыл болсын. Расында ардақты ағайындар, қазақ деген халықпыз, басында әрқашан бағы бар, билікте үгітте болмаса, тоғай тайғаны бар. Шаршасаңыздар, тек қана той деп шаршаңыздар, басқаның бізде бәрі бар ардақты ағайындар. Енді бүгін 40 жылдық қуанышты бас қосып жатыр екенбіз. Қазақта 30 деген ер жасы, 40 деген ел жасы, 50 деген елуге келу деген, 60-та адам қазақ тау түс деген, 70-те жетіп піс деген, 80-нен аман есен өтсем деген, 90-ды барлық адам патсан, есепте 90 деген екен. Ал 100 жасында жамбыл адамыздың өзі қыз деген екен ардақты ағайын. Енді осы тілектеріңіздің жақсылығының арқасында жүздеріңіз әрқашан жарқын болсын. Тілек айтқан ұлағатты ұстаздар 100 жылдық тойдан кейін марқұм болсын деп бір шапалақ ұрып қойып ардақты ағайындар. Қуаныштарыңыз құтты болсын. Енді мынау орамал тон болмайды, жол болады. Қазақтың бір кәдесі сол болады дейді. Осы оқушыларыңыздың атынан иықтарыңызға Абылай хан киген жібек шапандарды қабыл алыңыздар. Естелікке бір суретке түсіп алыңыздар одан кейін, ұлағатты ұстаздар. 40 жылдық тойдан 1000 жылдық естелік болсын, бір суретке түсейік. Естелікке бір суретке түсіп алыңыздар, кеп қалмаңыздар.
көсіп алайық кетқаныңыздар енді өтініш әрине. Суретке қараңыздар апай. Рахмет. Жайғасаңыздар, бүгінгі 40 жылдық түлектердің құрметіне арнайы дайындалған мынау слайд-шоу бар екен. Соған кішкене мән беріңіздер, қараңыздар, дәм алыңыздар, кем алыңыздар ардақты ағайындар. Қуаныш тағы да құтты болсын. Мектеп кезіндегі суреттеріңіз көріңіздер. Шарапхана, алтын ия, шарапхана, мен өзіңе туғанымды мақтанды да, ындыма да жарасам. Көргеніңнен қызығып қарап тұрам.
Өтпесек сағыныштан жүдейді, кім бар жақын бала күнгі досыңа. Жан досым, үстем болсын мерейін, әрқашан жеңісіңді көрейін. Сырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін. Туғанды арманыма ұқсатқаным, бүгінгі көңіліме қыстатқаным. Есімде әліппені жаттатқызып, ең алғаш қолға қалам ұстатқаным. Ұстазым менің ұстазым, өзіңмен өткен қыс жазым, қалдырған ізім мәңгілік, жадымда тұрар жаңғырып. Ұстазым менің ұстазым, білімдерін толтырдық біз кеудеге, қателіктер болды бізде кей жерде. Үйретуден жалықпаған ұстаздар, жанашырда бола білдім көп жерде, көп жерде. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын ұяңмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын ұяңмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Ұмытпаймыз біз сіздерді мәңгілік, жадымызда бейнең тұрар жаңғырып. Келешектің алтын нұрын сепкенде, алдымыздан арайланды таң күліп, таң күліп. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын ұяңмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын ұяңмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Іздегенде табылатын қасыңнан, көңілі бар қызғалдақтай ашылған. Көріспесек сағыныштан жүдейді, кім бар жақын бала күнгі досыңа. Жан досым, үстем болсын мерейін, әрқашан жеңісіңді көрейін. Сырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін. Ораз мырза бер келіп келе қойсаңыз, Ораз мырза өтініш. Арманыма ұқсатқаным, көңіліме қыстатқаным. Есімде әліппені жаттатқызып, ең алғаш қолға қалам ұстатқаным. Ұстазым менің ұстазым, өзіңмен өткен
мен байқамай қалдым келіп жеткенін. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктейдім. Қоштасар сәттің алтын ұямен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Ұмытпаймыз біз сіздерді мәңгілік, жанымызда бейнең тұра жаңғырып. Келешектің алтын нұрын сепкендей, алдымыздан арайланды таң күліп, таң күліп. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын ұямен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын ұямен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Достарыммен шаттанамын мен, әрқайсының мақтанамын мен. Арқасүйер достарым барда, атыртанға аттанамын мен. Сендерсіңдер менің қорғаным, сендерсіңдер жасыл орманым. Жанымдағы асыл достарым, аман есен жүрсе болғаным. Мынау жарқын өмірде дақ түсірмей өмірге, бір жүрейік достарым менің. Шыдау керек өмірде, ауырға да жеңілге, менің жарқын асыл достарым. Шырқалады бүгін аспабым, сендерсіңдер жырым дастаным. Аласармай жүрсе болғаным, алатауда биік достарым. Қауырсын бұл қанаттарыма, шаттанамын балапаныма. Көздеріңдей досты сыйлаған, алғысым көп жаратқаныма. Мынау жарқын өмірде, дақ түсірмей өмірге, бір жүрейік достарым менің. Шыдау керек өмірде, ауырға да жеңілге, менің жарқын асыл достарым. Дақ түсірмей өмірге, бір жүрейік достарым менің. Шыдау керек өмірде, ауырға да жеңілге, менің жарқын асыл достарым. Мынау жарқын өмірде, дақ түсірмей өмірге, бір жүрейік достарым